Уақып сарқылмас сауап іс. Уақып жайлы жалпы. Терминдік мағынасы белгілі бір мүлікті жарамсыз болып қалғанға дейін үздіксіз қайырымдылық жолында пайдалану деген білдіреді. Яғни, мысалы, уақып дегеніміз біреудің дүниесі болады, соны сол бір қашан тозығы жетіп біткенге дейін соны жаңа айтқанымыздай садақа етіп береді. Халық одан пайдаланады. Ол мысалы тозғанда киім емес, немесе бір зат емес, жаңағыдай тез тозып кетеді. Ұзақ мерзімге болу керек. Уақыттың үкімі Құран және Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисімен, сонымен қатар ислам ғұламаларының бір ауыздан келісуімен бекітілген. Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббуна ва ма тунфиқу мин шайин фа инналлаха бихи алим. Яғни, жақсы көрген мал дүниелеріңнен Алла жолында жұмсамайынша ізгілікке қол жеткізе алмайсыңдар. Сондай-ақ қайыр садақа ретінде не берсеңдер де Алла оны біледі. Осы аят түскен кезінде Алла елшісінің сахабасы Абу Тальха ардақты Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп былай дейді: Я Расулаллах, Алла Тағала біздерге жақсы көрген нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша әсте жақсылыққа жете алмайсыңдар деді. Ал менің ең сүйікті, ең жақсы көретін нәрсем байруха, хурма бағы деді. Байруха деген. Сондықтан Алла жолындағы берген садақам сол болсын деді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Пах шіркін, бұл неткен табысты дүние. Әлбетте бұл табыс әкеледі. Мен сенің айтқаныңды естідім, расында мен оны туысқандарың мен жақындарыңа беруіңді керек деп ойлаймын деді. Осыдан кейін ол Абу Тальха оны туысқандармен, әкесімен және де анасымен ағайындас ағасының балаларына бөліп берді дейді. Имам Бұхари келтіреді. Яғни туысқандарының арасында бөліп берді жаңағы хурма бауын, өзінің ең жақсы көрген дүниесін. Бұл оқиғадан Абу Тальханың туыстарына арнайы уақып жасағанын анық аңғарамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзіне сыйға берілген бау-бақшаны ол заманда білесіздер, Мединада мысалы бауы бар кісілер ең бай кісілер болатын, хурма бауы бар кісілер ең бай кісілер болады. Және де табыс көзінде сол саналатын. Сол хурма бағын Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір кісі сыйлайды, ал Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уақып ретінде жұмсайды. Енді осы асыл дінімізді қадірлеп, дәстүрді ардақтай білген ата-бабаларымыз да уақыттың қадірін жақсы түсінген. Алаш қайраткері Міржақып Дулатұлы өзінің бір өлеңінде былай дейді: Жарар еді ортада мешіт салсақ, қаза қылмай намазды барып тұрсақ, бір ғалымды фазыл заттан имам сайлап, байларымыз жиналып уақып қылсақ дейді. Абдулла ибн Омар, Алла ол кісіге разы болсын, мына оқиғаны баян етеді. Омар ибн Аль-Хаттаб Хайбар соғысында бір жерді иемденді. Енді бұрын мұсылмандар бір жерде мысалы соғысып жеңген кезінде сол жерде олжаға түскен дүниені бөліп алатын. Сол кезде Омар ибн Аль-Хаттабқа Хайбарда бір жер тиесілі болады. Сол жер иемденеді. Осы жайында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп кеңеседі: Я Алланың елшісі, мен Хайбар соғысында бір жерді меншігіме алдым, және ондай байлыққа бұдан бұрын ие болған емеспін дейді. Бұл жер хақында маған қандай әмір бересің деп сұрайды. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Егер қаласаң ол жерді уақып қыл, және де одан түскен пайданы садақа етіп отыр деп кеңес береді. Омар содан кейін ол жерде ешкімге сатылмайтын және де мирасқа да бөлінбейтін етіп садақа, яғни уақып ретінде береді. Одан түскен пайданы кедейлерге, өзін құлдықтан құтқарғысы келгендерге, Алла жолындағы жақсылықтарға, жолаушыларға садақа етіп бере отырды дейді. Осы оқиғадағы Хазірет Омардың өз меншігіндегі жерін уақып етуі, ғұламаларымыз айтады, исламдағы ең әуелгі уақып дейді. Содан бастап жаңағы басқа сахабалар
жаңағыны естіген екен, өте үлкен сауап екен, ол ақыретке де сауап болып, жаңағы қанша пайдаланса соның барлығы жаңағы сауабы келе беретінін біліп, сахабалардың бәрі уақып жасай бастады дейді. Жәбір радиаллаху анху айтады, Алла елшісінің сахабалардың ішінде мал мүлкін уақып қылмаған ешкім қалмады дейді. Барлығы дерлік шамасы жеткенше уақып деп қалдырды дейді дүниесін. Ол жаңа айтқанымыздай жер болсын, бау болсын айтар. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединаға көшіп келгенде, мединалықтар біраз жаңағы судан қиналды. Бір құдықтар құрғап, сонда Рума деген құдық болатын. Сол құдық бір яһудитік болатын. Сонда мұсылмандардың жаңағы судан қиналып жүргенін көріп, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына қатты батты. Сөйтіп сахабалар бірде жиналғанда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кім сол құдықты сатып ала алады деді. Онда Осман бай сахабалардың бірі болған, орнынан тұрады да жаңа яһудиге барып айтады, сен маған құдықты сат. Жаңағы негізінде яһуди сол мүмкіндікті пайдаланып, жаңағы судың тапшы екенін бағасын көтеріп, мұсылмандарға қымбатқа сататын. Сонда келіп, Осман сұраған кезінде яһуди айтады, сатам, бірақ бір шартпен, мен саған тек жартысын ғана сатам. 12.000 дирхам деп айтады. Ол кезде өте үлкен ақша. Осман ибн Аффан сатып алады, сөйтіп қуанып Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келеді, мен сатып алдым жартысын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қуанады, сөйтіп мұсылмандарға айтады, бір күн сендер су аласыңдар, екінші күн яһуди сатады. Бірақ сонда Осман мұсылмандарға айтады, 2 күнге жететін су алыңдар. Мұсылмандар 2 күнге жететін су алады, екінші күні яһудиден ешкім алмайды. Сөйтіп амалсыздан яһуди келіп, Османға айтады, қалған жартысын да сатып алшы дейді, 12.000-ға. Жоқ, алмаймын. Сонда бір 2.000 ба, 3.000 ба, дирхам ба арзанға бере салады. Сонда Осман сол құдықты уақып етеді, мұсылмандарға сыйлайды. Және де одан кейінгі қалай айтады, мұсылмандар, ол кісілердің кейінгі мұсылмандар, ол баудан жаңағы құдықтың жанына құрма бауларын егет, өте үлкен. Сол құрма баулары 14 ғасырдан бері әлі мұсылмандардың жаңағы несінде, қызметінде. Мединадағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мешітінің көп шығындарын сол құрма баудан түскен қаржы әлі қаржыландырып келе жатыр. Яғни Османның сол 14 ғасыр алдын істеген жақсылығы әлі жалғасып келе жатыр. Сауабы ол кісіге барып тұр. Енді екінші қазақ даласындағы уақыптар. Уақыт жөнінде сөз қозғалғанда, мынау қазақ жерінің рухани астанасы саналатын Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесі. Оны білесіздер, Ақсақ Темір 1397-1405 жылдары салдырған екен. Ол тек қана мешіт емес, ол кесене, жаңағы целый комплекс деп айтамыз. Ол жерде мешіт те бар, ол жерде мәжіліс өткізетін зал да бар, ол жерде тамақ беретін орын да бар, тіпті баня да бар, монша да бар. Соның барлығы халықтың игілігі үшін. Енді қазақ жеріндегі сол уақыттардың бірі деп сол нені айтуға болады. Оны тіпті мынау М.Е. Массон деген кісінің Қожа Ахмет Яссауи кесенесі деген кітапты да келтірген екен. Ал Міржақып Дулатұлы кезінде бұлай деп не шығарған указ. Қазақ халқына бір діни бір уағыз атты бөлімінде әр болыста жамағат қаржысына ұсталатын бір мешіт, земство қаражатымен жұмыс істейтін бір медресе болсын деген. Яғни әр жерде бір мешіт болсын, сол жердің халқы сол мешітті ұстап тұрсын деген. Білесіздер, Құнанбай қажы бабамыз да Меккеге барған кезінде, ол кісі қазақ жерінен барған қажылар сол жерде қону үшін, түнеу үшін сол қасиетті орында Тақия деген қонақ үй тұрғызған, салдырған. Алла жолында мал мүлкін сарп ететіндердің мысалы 7 бірдей масақ шығарған, әр масағында 100 дәні бар дәнек секілді. Алла қалаған пендесіне еселеп береді. Алла уасиғ, яғни өте кең, сондай жомарт, және де әлем дейді,
құлдарының барлық жай-күйін өте жақсы білетін шексіз ілім иесі. Яғни Алла Тағала айтып отыр, бір жақсылық жасасаңыз, оның сауабы 700-ге дейін көбейеді Алланың алдында. Бұл аятта Алла Тағала мал дүниесін Алла жолында сарп еткендердің дүниесі әсте кемімейтіндігін, сонымен қатар әрбір істеген жақсылығы өзіне еселеп қайтатындығын баян етеді. Сондықтан да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде былай дейді: кім адал жолмен тапқан табысынан бір құрмадай садақа берсе, Алла ол садақасын қабыл етіп, содан кейін оны таудай болғанша, яғни сендердің біреуің тай құлынды кішкентайынан өсіргендей иесіне сауабы үлкейеді дейді. Сіз мысалы кішкентай тайды алып өсіресіз ғой, ол үлкен жылқы болады. Сол сияқты сіздің садақаңыз да Алланың алдында өсе береді екен, тіпті Ухуд тауындай болғанша дейді. Сонымен қатар уақып ету арқылы қайтыс болған мұсылманның сауабы үзілмей артынан барып тұрады. Сондықтан да негізінде бір мұсылман қайтыс болған кезде бүкіл іс әрекетінің сауабы үзіледі білесіздер. Ал жасаған уақыбының сауабы үзілмейді. Сол арқылы оның рухы қабірде нұрланады, сауабы жазыла береді. Жомарт кісіні дейді, тіпті оның жаулары да жақсы көреді. Ал сараңды тіпті өзінің балдары да жек көреді деген. Рас қой? Мысалы жомартсыз, сіз дұшпан, дос қарамайсыз, бәріне бересіз, сізді дұшпаныңызды да жақсы көріп қалады. Ал сіз дүние жинаватсыз, бала шағаңызға еш нәрсе бермесеңіз, тіпті балдарыңыз да сіз жек көріп кетеді. Енді мысалы уақып ретінде бірнеше мүліктерді айтуға болады дейді. Мысалы айталық, қазіргі таңда мешіттер немесе медреселер, сондай-ақ жеке адамдардың мұқтаж үшін пайдалануға беріп жатқан дүниелер. Мешіт белгілі, мысалы медресе белгілі, тіпті сондай бір кісілер бар, үйі жоқ кісілерге үйлер салып қойған. Жаңағы мұқтаж кісілер сол жерде тұрады, қашан баспаналы болғанша, баспаналы болғанда босатады, басқалар келіп тұра береді. Одан бір аренда алмайды, не қылмайды. Сондай кісілер білеміз. Яғни кім бір жақсылық істесе, ол 10 есе сауапқа ие болады. Енді садақа беру арқылы адам Алланың ашуынан алыс болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар ғой, жомарт Аллаға жақын, адамдарға жақын, тозақтан алыс. Ал сараң Алладан алыс, адамдардан алыс, тозаққа жақын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде айтады: садақа Раббысының ашуын басады және жаман өлімді қайтарады.